Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Жаңадан қосылып жатқан оқырмандар, бүгін кешкі асқа өте дәмді котлеттер дайындаймыз. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін көріп лайк басуды ұмытпаймыз. Бізге бірінші пияз, сарымсақ және кішкене ғана кәді қажет болады. Осылардың барлығын блендердің көмегімен ұсақтаймыз. Бізде пюре сияқты шығады, өте ұсақталып. Енді осыны біз тартылған етімізге саламыз. Үстіне қара бұрыш және дәміне қарай тұз салып араластырамыз. Кәді қоссаңыздар, сіздердің котлеттеріңіз өте дәмді және нәзік болады. Менің каналымда басқа да котлеттің түрі бар. Мен описанияда сіздерге ссылкасын қалдырып кетемін. Ол кішкене басқаша жасалады. Енді осылай противеніміздің астына фольга төсейміз міндетті түрде. Үстіне кішкене күнбағыс майын құйып, осылай барлық жеріне жағып шығамыз. Енді қолымызға осылай домалақтап алып, фаршымызды котлеттің формасына келтіреміз. Қолымызбен осылай ұрғылап. Барлығын осындай формаға келтіріп, противенімізге саламыз. Пешімізді қыздырып қоямыз. Алдын ала 180 градусқа қыздырып қоясыздар. Шамамен 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Піскеннен кейін сіздердің котлеттеріңіздің формасы кішірейеді. Сондықтан осындай формада жасай берсеңіздер болады. Міне бізде 9 дана котлет шықты. Енді осыны қызып тұрған пешке саламыз. Енді гарнирін дайындаймыз. Бүгін бізде гарнирде күріш. Бұл жай ғана күріш емес, бір-біріне жабыспайтын, сондай дәмді, шашылып пісетін, сондай ерекше рецептпен жасалынған күріш. Достар, күріштің ең жақсы түрі сіздерге айтайын, ең дәмді түрі. Осылай мен қазір жасап жатқан әдіс, міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Осындай ыдысқа майды құйып, қызып тұрған майға таза жуылған күрішімізді салып, 2-3 минуттай жақсылап қуырамыз. Үстіне су құямыз. Қайнаған су болсын міндетті түрде. Суымыз кішкене ғана күріштен асуы керек. Көп құймаңыздар. Мен осындай гарнирдің жанына салат жасадым. Жай ғана қияр, қызанақ, пияз және тұзды қосып, осылай жақсылап араластырамыз. Кәдімгі салат. Не біздің күрішіміз пісіп шықты. Бір-біріне жабыспай, сондай әдемі болып, дәл осы әдіспен жасап көріңіздер. Котлетіміз дайын болды достар. Жанына осылай сәндеп күрішімізді салдым гарнирге және салатымызды салып, жанына кішкене болгар бұрышын турап қойдым сән үшін. Өте дәмді болады. Кешкі асқа міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Ақбота Садыкова. Келесі видеода кездескенше.